Міндетті түрде осы тағамды отбасыларыңызға жасап көріңіздер. Өте дәмді және өте тез дайындалатын тағамдардың бір түрі. Кез келген гарнирмен жасала беретін тағам. Өте дәмді болып шығады. Ол үшін бізге ысып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Қызып тұрған майдың үстіне кубиктап тұрған еттерімізді салып жақсылап қуырып аламыз. Дәл осы еттің үстіне ұсақталып туралған пияздарымызды салып, пияз бен етті бірге араластырып аламыз. Осылардың үстіне кубиктап туралған сәбізімізді саламыз. Сәбіздің үстінен кубиктап туралған картошкамызды салып жақсылап қуырып аламыз. Осы картошкалардың үстінен тәтті перецтерімізді саламыз, қуырамыз. Осылардың үстінен дәміне қарай тұз, томатын салып жақсылап қуырып аламыз. Бұлардың бәрін қатты қылып қуырудың керегі жоқ, себебі бұлар ұсақтап туралған. Сондықтан сәл ғана қуырып, үстінен сәл асырып суын құйып, қазанымыздың бетін жауып, орташа отпен пісіріп аламыз. Дәл осы сәтте күрішімізді дайындап аламыз. Мен гарнирға күріш дайындап жатырмын. Осындай табамызға майымызды құйып, 1-2 минуттай араластырып аламыз, қуырып аламыз. Яғни менде сәл майы көптеу болып кеткен, сіздер сәл аздау құясыздар. Неге осылай етіп, үстінен сәл ғана қайнатылған ыстық суларыңызды құйып бұқтырып аласыздар. Су тартылғаннан кейін ортаға жинап қойсаңыздар, күріштеріңіз езілмей дайын болады. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде отбасыларыңызға дайындап көріңіздер. Өте дәмді және өте тез дайын болатын тағамдардың бір түрі. Кез келген гарнирмен келе береді. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Бұдан басқа да рецептерді көргілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма өтіңіздер. YouTube каналым Аяудың асханасы десеңіздер шығады.